Жұмсақтау өтіп тұз бен суға қамыр иледім де осылай жұқалап жайдым. Оның бетіне дайындап қойған салмамды салып, осылай бетіне жайып шықтым. Жайып болғаннан кейін оны 4-ке бөлдім. Әр бөлікті ортасынан шетіне қарай видеода көргеніңіздей орап шықтым. Оралған ханымды ары қарай айналдырып, осылай бір-біріне жабыстырып қойдым. Осындай дөңгелек орама немесе ханым шықты. Барлық қалған 3 бөлігін де тура солай дөңгелетіп орап шықтым. Толық рецепт менің Асхана әлемі атты YouTube каналымнан көресіздер. Дайын болған орамаларды мантаваркаға жайғастырып, 40-45 минут буда пісірдім. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз.